Ассаламу алейкум ардакты агайындарымсыздар. Бул чыгарылымда сиздерге жарты гасырга жук убакытта бир болатын астрономиялык кызыктуу кубулуш жайында айтып беретін боламыз. Ендеше биздин видеомузга лайк басып кетүүнү унутпаңыз. Биз баштайбыз. Тамыз айында сирек кездесетін астрономиялык кубулуш болады. Яғни bir ай ичинде ай 2 рет толады. Бул соңғы 42 жылда биринчи рет болуп отурган астрономиялык кубулуш. Мәскеу планетарийінің мәліметіне сәйкес, мұндай жағдай 2000 жылдан 2042 жыл аралығында бір-ақ рет болады. Мамандар түсіндіргендей, екі толық ай арасындағы уақыт аралығы 29,53 күн. Бұл айдың орташа ұзақтығынан сәл қысқа. Яғни бұл ай тез толады деген сөз. Сондықтан шамамен 2,7 жыл ішінде күнтізбеде қосымша толық ай жиналып, бір жылда әдеттегі 12 ай емес, 13 толық ай болуы мүмкін екенін еске салады. Бұл хабар таралысымен әлеуметтік желіде түрлі талқылар болып жатыр. Біреулер тіпті өздерінің діни түсінігіне салып, уақыт қысқарады, мезгілдер тез өтеді. Демек бұл да соның көрінісі, ақыр заман таяды деп байбалам салуда. Алайда ғалымдардың пікірі басқаша. 31 тамыздағы супер ай кезінде жер тұрғындары 2023 жылдың ең үлкен толық айын көре алады. Бұл күні ай перигерийге мүмкіндігінше жақын болады. Яғни жерден ең жақын қашықтықтан өтеді. Астрономдардың айтуынша толық ай фазасының ай орбитасының перигериймен ең жақын сәйкес келуі 2023 жылдың 31 тамызында болмақ. Ай өз орбитасының перигелиясында 30 тамызда сағат 21:52-де болады. Ал толық ай фазасы Астана уақыты бойынша 07:37 деп өтеді. Бұл оқиғалар аралығындағы уақыт айырмашылығы 9 сағат 45 минутты құрайды. Ал тамыз айындағы 2 рет толатын ай 1 тамыз және 31 тамыз күндеріне сәйкес келеді. Бұл құбылыс ақыр заманның белгісі емес. Бұл жай ғана жарты ғасырға жуық уақыт ішінде бір рет болатын астрономиялық сирек кездесетін құбылыс қана. Ендеше бұл сирек кездесетін құбылыстан қапы қалмаңыз. Және достарыңызға да бұл видеоны жіберіп, сирек кездесетін астрономиялық құбылысты тамашалауына мүмкіндік жасаңыз. Олар да құлағдар болсын. Біз келесі шығарылымға дейін есен сау болыңыздар дейміз. Айтпақшы, біздің видеоларымызға лайк басып, пікір алаңына өз лебіздеріңізді, ойларыңызды жазып кетуді ұмытпағайсыздар. Сонымен бірге бұндай қызықты ақпараттарды бірінші болып тыңдау үшін біздің каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз.